Жаңа мен айтып баслаймын ғой адамларға, жаңа ертең айтып баслайын сіздерге деп не. Ал қалай алдың, қалай қойдың дейді ғой. Ай бір ертекті басынан баслаймын сіздерге деп отырамын сондай. Біреулер жай алса, не алса, қаттыға әуесім келетін еді. Сондай қашан мен де сондай жайлы боламан деп. Көп достарымыз, енді қатарларымыз әмес осындай жайлы болып жатса, дәрі үйлеріне жаңа не қылып біздерде осындай бір жайлы болғаймыз деп қаттыға әуесіміз келетін еді. Жастар жетекшіміз Алаяр сондай оқуға кіре алмаған жастарға сол ноутбук беретін болып, компьютер беретін болып сондай шақырды. Сөйтіп бір тәдбіріне, сол тәдбірге қатынастық жастар орайының. Сол жерде компьютер береміз деп, сол жағы Қахраман Қошқарович келіп, өз қолыменен ноутбук тапсырды. Сөйтіп соңыменен басқа не жәрдем керек деп қызымнан сұраған екен. Сондай жайға жәрдем беруіңізді соранаман деген. Содан бірден сол жайға үйге келіп, үйді көрді. Сөйтіп үйді көріп, сондай жағдайымызды көрді. Әме шарт-шараятларыменен жаратып беріп атыпты. Бір түс көргендей болдық, не болса да. Неке ішінде техникаларыменен, ішіндегі холодильник, газ, аристон, әме затыменен кір машина, телевизоры, бір не дейміз, бір әуесіміз келді. Осындай үйге мен жеті ұйықтап түсімде көріп, мен бұны мен ала алмайтын едім. Көп-көп рахметлер айтамын осы елбасшымызға. Осы қызды өз несіменен контрактке кіріп ет деп Үргенішке деп едім. Онымен мен оқыта алмаймын деп отказ беріп едім дедім. Контрактын төлеп берсек оқытас папа деді. Сөйтіп сонымен қуанып, Үргеніште емес, бірақ ілтимас Мүкісте оқытсаңыз оқытаман деп не қылып едім. Өздеріміз төлеп береміз апа деп. Жай мәселесі бар еді, оқу мәселем, әммесін естіп, ертесі күні жайға келіп, жайымызды көрді. Кейін жай мәселемізді шешіп, таза жай берді. Оқу мәселемді де өздері шешіп, контрактларын төлейтін болып, мені оқуға кіргізіп берді. Көп-көп рахметлерімді айтаман. Бұндай имканият көп адамға түспейді. Сол имканият біздерге түскеннен қаттыға қуаныштымын. Һәм президентімізге, әммесіне көп-көп рахмет айтып қаламан. Міндетті ашылығымды білдіремін.